негативке толып отырмын бар ғой. Ана адамға ештеңе жақпайды дейді ғой. Адамның жанына періште жерге түсіп адаммен бірдей өмір сүретін болса, адам періштеге қанатыңның сыбдыр қатты екен деп періштені де жақтырмайды деп, тура сондай ғой. Мен бәрін бүйтіп отырып, алыстан отырып түсірейін десем, аяқта лепшік ештеңке жоқ, қаяқтаған білмеймін, бүйтіп от түсіріп. В общем, мына нәрседен енді бір қатын әйтеуір бала шағамның памперсі, үйімнің керек жарағы деп сезонда бір нәрсе істеп қалайын, бір тиын істеп қалайын деп бір клубника в шоколаде істеу қолынан келетін адам болып, соны істеп міне сатам деп шығарса, немене бәрің сол клубника шоколаде істегіш болып кеткесіңдер. Ойбай, бәрің керемет болып қапсыңдар да, бәрің істеп атсыңдар. Кім сатып алады бұны? Армияға барғандардың бәрі ұрдық дейтіне, таяқ жейтін кім? Сендер бәрің істеп атсыңдар. Кім бұны сатып алады? Осындай әңгіме ғой, боқтағым көп тұр. Содан кейін әйтеуір блогер болайын десе подписчик жиналмай, андай бір UGC креатор дейма, сондайлар шықты ғой. Солар енді бір жарнама жасап, бір шампунь-пампунын, ана қатындар, қыз-келіншектер косметикаларын сәл бартерге алып, оған есесіне тегін алмай видео түсіріп, бір бала шағасының памперсін алып, соған сөйтіп бір әрекет қылатса, немене бәрің креатор болып кеткесіңдер ма, блогер болып кетсіңдер ма? Мына жер бетінде простой адам мен ақтөс қана болып қалды ғой. Одан өмірде бәріне әйтеуір бір нәрсе керек қой, жетіспегеннен жүр ғой. Бәрі жетіп тұрса, байдың қатындары сияқты потолокқа түкіріп жатады бәрі қатын. Басқа қыдыруды, әдемі болып жүруді, жарасымды дүниелер алуды қатындар қатырады табиғатынан. Бір әйел, ана байдан қайран болмағаннан кейін, байы бір белінен шыққан баланы тастап, өзінің қатынын тауық көріп, біреудікі қыздай деп, біреудің ұрпағын бағып, шалжаңдап кеткен кезде, ана Қытайға барып, Турцияға барып, байыр болып, әйтеуір бір-екі затты дұрыстау бағамен сатып бастаса, немене бәрің саудагері болып кеткесіңдер. Қашанғы жүресің, қатырып атсың, кереметсің сен деп. Неменеге бәрің Қытайдың затын сатқыш болып кеттіңдер. Керек болса ал, алмасаң қой. Ешкім барып есігің алдына бітіп пышақтап тұрып, менен аласың демейді ғой саған. Осындай артық әңгіме көп бізде. Бұлақ көрсең көзін аш, болар баланың бетін қақпа, белін бу дейді. Істеп атыр екен, сәттілік. Құдай береді ғой несібесін. Істеп кәсібі оңалып кетсе, дөңгеленіп кетсе, нұр үстіне нұр. Бұл дүние оң жамбасына тура келмесе, бір өмірлік тәжірибе, сабақ болады да. Көрсін енді өзі білек сыбанып істеп атыр, сәттілік айналайын, Құдай жолыңды ашсын деп айтсаңдар, тілдерің бар ғой, қырқылып қала ма, жақтарыңа жылан жұмыртқылық кете ма? Нермор болды. Түнімен ана баламен не істеп жүріп, сондай нәрселерді оқыдым да мен ше. Әкесінің аузы Қытайдың затын сатпағанда ақсүйексіңдер ма барлықтан? Бір Францияның жаңағындай корольдердің әулетінде өмірге келіп, жеті ата-бабаң король болып, өмір бойы европейский кәмпиттер жеріп, европейский заттарды қолданып келе жатсыңдар ма? Қойшы, міне Қытай, мін дамбалым Қытай. Бәрін Қытайдың мусорын тасып бізге қарай деп, ойбай ішінде әкешің мұғап саған Европаның заттарын қалдырып кетті ма не? Или сияқтан заказ беріп, сабының, зубный пастың, киімің, нәскиің, түрсейін бәрін сияқтан әкеп атсың ба? Анаған байкот, мынаны жауып тастайық, мынау алаяқ, мынаны заказ бергізбей, мынаны жұмыс өткізбей тастайық, ойпырмай. Сондай кезде бар ғой, бәріміз жұдырықтай жұмылып, бір үйдің баласындай деп қаламыз ғой ше.
бізге ана жауып тастайық, кіріп тастайық, жойып тастайық деген кезде біз алдымызға жан салмаймыз. Анау Тредстің өзінде бір әнші маған 500 подписчик жинасаң 2 билет берейін деп жатыр, лайк бассаңдар, сіз баспай өтесіңдер ғой соның өзінше. Шеймейді, 2 рет бітсеңдер болды ғой, мысалы 1 рет. Ондай жерде жоқпыз. Біреу жақсы болмау керек біз үшін. Пейілден ғой соның өзінше, пейілден. Пейілді кеңейтсек, ниетті дұрыстасақ, бәрі керемет қой, бәрі керемет. Көре алмаушылық бітеп, ішін құрт сияқты жеп тұрады. Бәріміздің әке-шешемізде, бәріміздің әулетімізде мынандай бір жағдай басында болған адамдар бар ғой. Сендер қазір пәтер жағалап, квартирант болып жүрген алматыларыңнан кезінде маған 2 қойға 2 бөлмелі үйді алып қал дегенде мен амағам дейді ғой. Соны қазір айтамыз ғой, тәлтек па? 2 қойды беріп, үйді ала салмай ма? Бір бала шағасына үй болып тұратын еді ғой осы уақытта деп. Сол сияқты ертең біздің бала шағамыз айтатын шығар. Біздің әке-шешеміз тәлтек па? Ақша табу оңай болған заманда, телефонмен ақша табуға болатын заманда өмір сүрген, не аптатпаған бұлар, не істеген сонда депші. Сол сияқты мына өмірдегі ең үлкен түрме ол ел мен туралы не дейді деген түрме. Ол түрмеге сені ешкім жаппайды, оған сен өз-өзіңді тығасың. Қолыңнан не келеді? Сонымен адал дұрыс жағынан айналыса бер, істей бер. Тірі кезіңде ешкімге жақсы болмайсың. Абайдың өзін тірі кезінде жақсы болмаған. Содан шыққан. Қазақта тірінің өсектен аманы жоқ, өлгеннің жаманы жоқ деп. Қазір біз әруақтан, ештеңеден қорықпаймыз, өлсе де жамандай береміз. Бізге қазір пықи. Сен өлгеннен кейін, сен сүйегіңді алып кетеді ғой, көмуге. Сол кезде өліп палау жейді бәрі. Дәмді болыпты, палаушыны қаяқтан шақырған, не мал сойды, ет жұмсақ болыпты деп. Мына күріштің сорты қандай деп. Сен жаназаңда сөйтіп, сен не дейді екен деп солардың пікіріне қарап жүрген адамдар, сен палауыңды обсуждать етеді. Жақсы айналайындар. Тұрып кеудесінде жаны бар адам сияқты жылдам қимылдап тіршіліктерің жасаңдар, тірліктерің жасаңдар. Аман болсаң амалда дейді, өлгеннен кейін бәріміз мәңгі ұйықтаймыз. Мен қазір ұйықтап алайыншы, басым сынып тұр. Бәріңді жақсы көрем. Аман болыңдар, бай болыңдар, бақуатты болыңдар. Мені де телефоннан жек көрмеңдер. Өмірде көрсеңдер жақсы көріп қаласыңдар. Сосын ойбай, елдің аузында жүрген емші апам айтпақшы, маған лайк бассаңдар жолдарың ашылады. Соны ұмытпаңдар. Мен жамандасыңдар, шаштарың түсіп болады. Ауылдан адам кетсе де, адамнан ауыл кетпейді деп, айбай, нан сарбайым көрмесін. О, шардара деп тұрып әңгіме айтады маған, мамам жақ болған қарсаңыздаршы. Бұлай жіп келіп, тағы ғана 2 рет жайын деп жатыр ғой. Мұнан көршілер көрмесін. Ойбу. Мен бұл үйде тұрмаймын. В общем, қалқым, бәріміз мына өмірде бір нәрсе жетіспегеннен жүрміз ғой. Жетісіп ешкім жүрген жоқшы. Бір нәрсе жетіспегеннен жүрміз барлығымыз. Где-то 400. Уланжауға билет алғам ғой өзімше. Одан кейін Кореяға билет алғам. Кетейін деп жиналып жатырмын да, уже күнін белгілеп қойғам. Сөйтсем мына қызды ұмытып кеткем ғой, Мынаға билет алғам ғой. Бұған билет алу үшін загран керек. Бұның загран жоқ қой. Сонымен қазір загранға түсіп келейін деп жатырмыз. Ақымақ бас 2 аяқтың сор деп ана билеттерді отмена жасадық. Мен андай жоспарлап істегенді чек көретін адаммын ғой. Менің аяқ асты ғой, қызду. Қой, бүгін ертең ана нәрсені істесем, ары күні оны істеймін, ары күні онда мен кетіп қалам. Деп, мысалы, пятница күні сөйтіп отырмын да, жұма күні билет алып, дүйсенбі күні кетіп қалам деп. Дүйсенбіге дейін бұның паспорт шыға ма, шықпай ма, бір Аллаға мәлім. Сөйтіп отмена жасап, қазынағы түсіп келейін деп жатырмыз. Қыжғы. Жас кезіңде бірін артынан бірін туып ал.
қайта тете болып бір-бірін сөйлеп өсіп кетеді дегендер қаяқтасыңдар? Бұлар тете болып төбелесіп жатыр ғой. Тете болып таласып жатыр ғой. Светтерді өшіріңдер, Рамин, өшір. Әкең свет заводтың бастығы ма? Өшір ана светтің бәрін. Біз пенде ай күн аманда, деніміз сау, бауырымыз бүтін, басымыз аман уақытта Құдайды да басқаны да керек қылмаймыз. Кедейіміз бай болсақ дейміз, байымыз Құдайдан былай болсақ дейміз. Қолымыздан келгенше жалғанды жалпағаннан басып өмір сүргіміз келеді. Ал басымызға бір титтей бір бұлт үйіріліп, бала шағаң ауырып, сен сондай бір қиындық болып қалса, ойбай Құдай қайда деп Құдай іздеп кетеміз ғой. Салауат айтып, тәсбих айналдырып, Фатиха, Ықылас, Фәлақ, Насты оқып, өткен кеткенге Құран бағыштап кетемізді. Пейілден жаңыламыз дегенді оқып едім кеше. Біз пенде пейілден жаңыламыз дегенді оқып едім кеше. Расау деп. Шында да айтыңыздаршы. Бәрі жақсы кезде, бәрі солай болу керек сияқты, соның барлығын сен жасап жатқан сияқты. Кеудені керіп бап жүреміз. Кішкенде бір қиындық болып қалса, бір шетті қырыққа тіреп қалсаң, Құдай, саған не жаздым, Құдай деп кетеміз. Соның бірі өзім айналайындар. Кеше ғана нормальный, бәрі менікі сияқты жүрем. Бір күн балам Расул ғой, Расул деген жігіт ұйықтамап еді. Түнде жылап, мазасызданып жаңа. Шыбын жанымды шүберекке түйіп, білгенімді оқып, өзім дем салып, одан қалған телевизорден қойып.